Қарыңдар. Маған не болып жатыр өзі? Қолдарынан келмей жатыр. Қалайсыңдар? Сәлем. Таңертеңнен ұйқыдан тұрғанда басымның жанынан тауып алдым. Не болуы мүмкін? Ви Пикачу. Маған маза бермейтіні Кулио кетіп қалды ғой. Басқа тапсырмалар бола ма? Кулио тапсырмалары орындалды. Кулио тапсырмасы, я... Дикция. BTS. Нағыз хип-хоп би жарысында бағыңды сынаңдар. Нағыз хип-хоп би. Би белеу керек. Не үшін тағы да би? Би екен. Тоқтай тұр. Ең мықты бишілерің кім? Джей-хоп. Көрсетші маған қане. Көрсет. Көрсет. Бұл Майкл Джексонның би ғой. Майкл Джексон. Біздің дэнс машинамыз бар. Джейн, не істей алатын көрсетші? Неге мен? Дэнс машинамызсың ғой. Не көрсетейін? Соңғы рет көрсеткеніңді. Хип-хоп баунс. Ол жігіттің бейі. Фирмалық бейіңді көрсетші қане. Айттым ғой, дэнс машина. Я, барлығыңда. Барлықтарың күшті бейшісіңдер. Барлығын, я, рахмет. Әркім жеңіске жетуі мүмкін. Солай емес бе, әркімде. Тіпті сен де дайынсың ба? Кім дайын? Мен, дайынсыз. Біз дайынбыз. Ал енді... Енді елестетуге қиын дүниені көруге дайын болыңыздар. BTS, өздеріне сенімсіңдер ме? Көрдің бе, бірақ секундта жеткіздім. Қолым соғып алдым. Осы сайыстан кейін биді ұнатамын деп үміттенем. Бұрын сен бей-бой болып едің ғой. Болдым. Шуга, нағыз бей-бойдың дағдыларын көрсетші, мынадай өтірік қимылдарыңды емес. Қане, 3 жыл өтті ғой енді. 1 жыл бұрын айналысып ең, 3 жыл деп отырмын ғой. Фристайл десе, биле десе биле. Мен жаман биші емеспін. Жаман биші емеспін деп айттың ба? Жаман билемеймін дегенім ғой. Артық сөз болса бермеңдер, ұялып тұрмын. Айтып едім ғой, шынымен істей алмайм. Шуға істеймін деп сенімді болады ғой өзіне. Жинақталсам жақсы бей алам деп негізі. Не деген сенімділік мынау? Шуға соңғы камбэкке дайындалған кезде сенің кесіріңнен 1000 рет дайындалған жоқпыз ба? Сол кезде ғана емес, жалпы әрқашан солай болды. Өзіне қаралаш. Крис Браун сияқты сөйлейсің ғой. BTS, ойынға дайынсыңдар ма? BTS, ойынға дайынсыңдар ма? Бұл кім? Бізді естіп жатыр ма? Не болып жатыр? Дженни Кита, Америкада өте танымал жапондық биші. Біз BTS. Сәлеметсіз бе, біз BTS. Сәлеметсіңдер ме? Сендердің топтық дағдыларыңды көрдім. Енді әрқайсыңды көргім келіп тұр. Мәсіған, стильдерің және солы білеген кезде қандай күй көшетіндеріңді маған қызық болып тұр. Шалбар, енді қайттым, шалбар. Сонымен өз еркіммен шыққысы келетіндер бар ма? Мүмкін өзіңіз таңдайсыз. Жақсы, мүмкін... Мына жігіт. Мынау. Ви. Джей-хоп. Жарайсың, Шуга.
Jimin. Бәрі жақсы. Жылама. Болдық. Ал, енді сендер топтарға бөлем. Әрине. Топқа бөлем деп тұр ма? Иә, топқа бөлем деп тұр. Топтарға бөлейін деп жатсыз ба? Бұрылыңдар. Алдын ала кешіріңдер. Бұрылайық па? Алдын ала кешіріңдер. Шын айтам, тырысам. Өтініш Джей-Хоппен бірге болайыншы. Өтінем. 자, 지금 3명이 떨어졌습니다. Енді Джей-Хоппен бірге болсам екен. Құдайым-ау. Қауіп кешірші. Қауіп кешір. Бір-бірімізге сайымыз ғой, рас па? Жақсы. Жоқ, бәрі ойдағыдай, мен барым салам. Күнде жаттықтым, бірде-бір рет қалған жоқпын, және шыққаны осы. Денеңмен қимылда арғақты сезін деп айтқан соң, қатты қорқа бастадым. Солай болды. Мод, Trouble, және де Step Up. Өзіңмен скейт әкеліпсің ғой, иә? Не үшін? Айналып жүру үшін. Қайда? Жаттығу залында. Ей, Jimin, қалай жағдай? О, бұл жерде кесенсең күшті шығатын сияқты. Бар, тез қайтып кел. Кеттік. Жақсы, кеттік. Жет алам. Қайта бейбой болғым келеді. Ішімдегі отым лаулап тұр. Қалдарың қалай жігіттер, қандай сезімдесіңдер? Өте жақсы, күшті. Керемет, соңғы рет бірге билегенде өздеріңді жақсы көрсеттіңдер. Иә, сендер бірнешеге кеңес берем сендерге. Оның ішінде билеген кезде сезімдерің жайлы ұмытпауды сұрадым. Сонымен қатар әр топтағы әлсіз бишіні таңдаймыз дедім, солай емес пе? Дәл солай, иә. Сонымен таңдалғандар біз шақырған арнайы бишілермен сайысқа түсіп, өз дағдыларын арттырады. Не? Сайыс? Рас айтасыз ба? Қабағын түйіп алды ғой, бет өзгеріп кетті. Арнайы шақырылған қонақтармен бір-бірден сайысасыңдар. Құдайым-ай, бір-бірден. 3 раунд жеңсеңдер, келесі деңгейге өтесіңдер. Қалайша жеңеміз? Қалай? Күмәнсіз жеңеміз. Кезегінен үшеуміз жеңіліп қалсақ, сол ұятымыз шығады. Үшеу жеңілсе қалған үшеу сайысқа түседі ғой. Сайысқа түсіп жеңіп шығады дейсің ба? Солай ма? Өзіміз сендер аласыңдар. Өшіміз аласыңдар, иә, шынымен қызық екен. Қызық па? Құдайым-ай, енді қайттық. Кәсіби бишілер сияқты ғой. Ол бишілер ғой. Олармен қалайша сайсамыз, туа біткен таланттарды қалайша жеңем деп көп ойландым. Қалайша жеңем, жеңіске жету мүмкін бе деп. Басында бір сұрақ туады, енді қайттым. Балалар күшті секілді ғой. Кәсіби бишілер ғой. Сәлеметсіз бе, танысқыма қуаныштымын. Бұл сендермен сайысқа түсетін мен арнайы жинаған кішігірім бишілер тобы. Құдайым-ай, бұл BTS Лос-Анджелеске хип-хоп мәдениетін оқуға келген жігіттер. Сәлеметсіз, біз BTS. Барымыз саламыз. Жақсы, сонымен кім бірінші бастайды? Шуга. Көрсетем сендерге. Лос-Анджелеске келгелі бері әрдайым өзімнің кемшіліктерімді көрсетіп, ұятқа батып жүрген секілдім. Алға, Шуга, алға, Шуга. Таяқ жейтін секілді ғой. Жақсы, музыканы қосыңдар.
Сәпсекімді бірінші раунд Шуга. Менің ойымша Шуганың бастамасы жаман емес сияқты. Жақсы биледім деп айта алмаймын. Жолым болды десем дұрыс. Шуга жаман емес. Келесі раунд. BTS мүшесі Rap Monster. Алға Рэпмон. Алға Рэпмон. Алға шыққанда түк ойлай алмадым. Денемді ғана тыңдай бердім. Мынауың күшті. Иә. Мынау әділетті емес қой. Барын салып жатым. Оны жеңе алатындай барлық мүмкіндігім бар, қане. Солай деп айтқым келеді. Басында айтып едім ғой, өзіңді еркін ұстасаң жеңесің деп. Еркін ұстасаң қалайша? Сонымен келесі раунд Джин. Билікке қарсы күрес. Сонымен жігіттер тамаша болды, бірақ жеңіс мынау жігітке тиесілі. Сол жігітпен билеген кезде мазақтың астында қалдым. Өзіне сенімді болған сонша маған еш мүмкіндік берген жоқ. Ұнаған жоқ сол жігіт. Біріншіден мен үшін Джин жеңімпаз. Бірақ әркімнің көзқарасы әртүрлі емес. Жақсы керемет жұмыс, сайыс қорытындысы қазірше осындай. Шақырылған бишілердің құдаймай. Екі жеңісі бар. Келіспеймін, ұнамайды. Бастасай қоларда, Чимин көзін құртайық. Топтың басқа мүшелерін қоспай біз сайысқа түссекші. Сонымен, BTS-тен кім шықпақшы? Мен шығайын ба? Чимин! Сен, би туралы ұмыт. Музыканы тыңда, мақұл ма? Негіздер, басты нәресе. Негіз маңызда, негіздер жоқ қой. Әуінге құлақ салғаның дұрыс бар. Дайынсыңдар ма? Кеттік. Чиминге қарағанда мынау әлсіз секілді, жыным ұстай бастады. Дөрекі көрінді. Бұл раунда жеңіске жеткенше мен себебі ол музыканы жақсырақ сезіне алды. Және өз денесін бақылау арқасында қимылдары да дәл келді. Сонымен Чиминге шапалақ ұрайық, керемет өнер көрсетті. Құдаймай. BTS. Jungkook. Засын келтір. Біз істегенде ызаларын келтірші. Ызаларын келтірсең жеңіске жетесің. Бұл адам Пак Чимин ғой. Пан Чимин. Соны ойла. Басында қалпағын шеш. Керемет, жарайсың. Ызаландыр. Ол адамның деңгейі басқа. Кәсіби биші. Би жарысында болуы тиіс адам мұнда не бітіріп жүр? Бәр жақсы. Сонымен
Әрине, оны жеңу қиын. Қатты құладың бұл кезде төреші көріп тоқтатып тастаушы еді. Қолынан келетін жаса, сайыс кезінде істей алмайтын нәрсені істеп, тырыспай-ақ қой. Олай болмайды. Жақсы бейші. Оның бей қимылдары андеграундта көрген қимылдарға қатты ұқсайды. Мазасызданып кеттің бе? Қазір де қолажып тұрмын. Осы раундта жеңсең бәрі аяқталады. Алға, Джейхоп. Джейхоп, алға. Басқаларды еске ал. Алға. Құдайым-ай. Керемет. Ғашық болған сияқты оған. Бұл раундта жеңімпазды анықтау қиын болды, бірақ жеңісті Джейхопқа берем. Себебі оның музыкамен үйлесімі керемет болды, өз икемділігінде көрсете білді. Рахмет, үлкен рахмет. Бұл би боймаған қатынап қалды. Мен айтатын сөз емес, бірақ Джейхоп шынымен де би дағдыларын жақсартқан сияқты. Енді бұрынғы қалпыма оралған секілдімін. Солай. Алға, Джейхоп. Джейхоп, жеңіске. Көкесін таныт. Жаман емес. Мұндай керемет қашан болдың? Қайт. Керемет болды. Менің сезуімше, Джейхоп ең мықты бейші. Джейхоп, абыройымызды қорғай аласың ба? Керемет. Мен білмей тұрмын, тәжірибелі бейші жеңіске жетті ғой. Осы керемет болған. Баяғыда болған жігерлік пен эмоцияны қайта сезіндім. Талай уақыт өткен екен. Шоу кезінде талай поппинг көрсетіп болған ғой. Бірақ өзінің шынайы би талантын жасырып жүрген екен. Билер тек осындай болған сенбесеңіз қарап көріңіз. Оның қаншалықты талант екенін көбі білмейді. Ол ағай шынымен де кәсіби биші екен. Оны жеңе алмадым. Жеңілдің бе, әлде жеңдің бе? Жеңілдім. Мен құлап қалған жерді көрсете ме? Көрсетпеді ме? Осылай жүгіріп, секірсең ойдағыдай шығады. Бір орнынан тұрған соң шықпады. Бәрі күшті болды, алаңдамай қой. Бөксемді ауыртып алдым. Ауыртып алдым ба? Үйін шағымды ауыртып алдым. Я, ештеңе етпейді. Сол жігіттерді көріп, би бойыңпен қайтадан ялынысым келіп кетті. Ақжол, жаттықсаң алып кететін сияқтысың. Алға. Осындай сайыс болса екен деп ойлап едім бұрын. Бірақ уақытым жоқ қой осындайға. Айтпа. Сондықтан біреумен жарысқа түскеніме қуаныштым. Ендігі жолы жарыс ұйымдастырамыз. Дұрыс айтасың, бұрын сондайды жасап көрдік қой. Қауіптің жеңіске жеткеніне ризамын. Бейшілердің барлығы да ол жайлы сұрастырды. Өте ризамын. Батырымыз келді. Батыр. Ауыр күннен кейін ішетін асы ең дәмдіс. Соңғы тапсырмаларыңды орындауға қош келдіңіздер. Бұл тапсырманың атауы DIY Challenge. Өзің жаса дегеніңіз бе? Дәл таптың. Әр топқа ән беріледі, сендер сол әнге хореография қоюларың керек болады.
Хореография. Иә, хореография. Өзіміз қоямыз ба? Өзіміз ойлап табымыз керек. Бірақ мен сендерге сол хореографияға қосу керек 3 қозғалыс немесе элемент көрсетем. Бірінші топ Trouble. Trouble. Сонымен сендердің өлеңдерің Майкл Джексонның Love Never Felt So Good. Маған бұл өлең қатты ұнайды, қиын екен. Иә, қиын. Мен ойымша қиын сияқты. Иә, біздің тобымыз. Иә, Джангок. Ол өте шапшаң. Өзінің маманы ғой, жақсы. Тамаша. Бастасаң енді. Жауынгерлік өнермен айналысып жатсың ба? Ата әже, кел билейік бірге. Жақсы. Енді Ви. 1-2. Енді бір сарында қозғалу. Мен айналып тұрмын ба? 1 және аспа. Жақсы. Келесі топ. Gifted, NASA, Kanye West, Santi Gold. Kanye West. істей алмаймын ондай жоқ. Жоқ, мен істей алмаймын. Біз жігітпіз ғой. Кешіріңіз, бір ер азаматпыз. Тоқтаңыз. Не ол кетті өзі? Мен жаман айтқан жоқпын. Эфирге шығады ма мынау? Иә. Бөксесі ақылынан адасты. Бөксесі шынданып жатыр. Чеменің бөксесі шынданып тұр. Мақыр Чемен. Крампингтен кейін дәл осылай билейміз. Step up. Мынауың жеңіл емес қой. Сендердің әндерің Pharrell, Come Get It Babe. Бір, екі, үш, төрт, секіріс. Соққа. Тым жеңіл емес пе? Мынауың жеңіл ғой. Джихион ондайды күшті істейді. Иә, солай ғой. Таспағасын ба? 6-7-8 кеттік. Күлме дедім. 7-8 кеттік. Жақсы жігіттер. DIY жаттығу үшін не керектігін білесіңдер ме? Иә. Топтарға бөлініп, жаңаға берген қимылдарды пайдаланып, өз хореографияларында жасаңдар. Түсінікті. Сәттілік тілеймін. Қолымыздан келеді. Иә, қолымыздан келеді. Дәл солай. Келмейді, келеді. Ол Голливуд. Вау, көріп тұрсыз ба? Бұл Голливуд. Не? Бұрында көрген мұнана. О, бұл жұлдыздар ғой, жұлдыздар. Жұлдыздар аллеясы. Күшті. Ей, қалайсың? Суреткесіге бола ма? Иә. Иә. Джей-хоп. Құдай ма? Джей-хоп деді. Рахмет. Кореяда да ешкім білмейтін бізді осы жерде танып жатыр. Үстіндегі киімін көріп тұрсың ба? Биімізге керек болатын сияқты. Біз көрсететін биге ұқсап жатыр. Мынау, солай сияқты. Поппинг. Иә, поппинг. Yo, girl. I wanna
I want to tell you this, that you're my Miss Right. You're my Miss Right. Суға түскім кеп тұр. Жағажайға қош келіпсіз. Сол ғой, суға түскім кеп тұр. Осы жерде тұру рахат шығар. Волейбол ойнап жатыр, мен де ойнағым кеп тұр. Аяғымызды батырып қайтайық. Тұрып кетер, шомылайықшы. Кеттік. Кеттік. Тапсырманы күтіп тұрсаң да, бірінші тынығы болайық. Қараңдар, көгершін. Көгершін табуым керек. Толхан, кел. Қандай күшті. Суға түскім кеп тұр. Мынау толқын үлкен секілді. Суға түскім келеді. Мен шықтым. О, сәлем. Атың кім сенің? Бір, екі, үш. Санта-Моникаға қарағанда осы жер көбірек ұнады. Күшті емес пе? Келісесіздер ме? Жер жәннаты ғой. Микрофон тастап суға түскім келді. Бәрібір жақсы нәрсе бар. Бірнеше қимылды еске түсіріп, маған көрсетіңдерші қане. Осында тұрып уақытымызда жоғалтуымыздамыз. Түсініп тұрсыңдар ғой. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ал сосын? Сол қимылдан кейін жасау болмайды ғой. Уақытты ескерсеңші. Оның алдындағысын 30 секунд бой жасау керек. Ал біздің 1-ақ минутымыз бар. 24 секундымыз ғана бар. Оған уақыт керек. Еріндім, сондықтан қарапайым хореография құрастыра салдым. Жігіттердің алдында ұят болған жоқ па? Мен бірінші болып орын алғандықтан оларға көмектесуге мұршамда болмады. Содан кейін осы жерде мені итерулерің керек. Қиын екен. Басында арқа бастап, сосын шығарып алсақ ше? Білмеймін, маған бәрібір. Жоға, сен бірінші олай істейсің, ал сен жоқ. Жоқ. Жарайды. Жақсы, ал енді LA-ге кеттік қыдырайық. Жеңіске жету маңызды болған жоқ. Жай ғана қаланы көргім келді. Мен үшін бұл жаңа сезім. Сондай керемет. Рас емес пе? Жәннат қой. Күшті бұл жер. Жаттығу залынан шықпағандықтан ба? Айтпа. Біз үшін осында билеу ерекше. Ең маңызды осы жерде шынымен де бірдеңмен айналысқым келеді. Кеттік, қаланы аралайық, кеттік. Жарайды. Алсам бола ма, жеке түсірілім бастайын. Тамақ ішіп қайтайықшы, кеттік. Бірақ шынымды айтсам, қайда екенін де білмейміз ғой. Жағажай мен суды көре сала, осында келдік, сондықтан қайда баратынымызды білмейміз. Тамақ ішетін жер бар ма, жоқ па, білмейміз. Солай. Барлығын да көреміз керек. Ей, сәлем. Құлап қалма, жарай ма? Hello, сәлем. Құлап қаласын, байқа. Жетер енді болды. Кешір. Бірдеңе деп жатыр. Қара. Гамбургер жеп жатыр. Көрдің бе? Гамбургер. Дәмді. Иісі мұрнымды жарып жатыр. Қатты қарным ашты. Кешіріңіз, біз таптық ресторан. Қандай ресторан? Қандай болса да ресторан. Ана көшемен барсыңдар, буррито рестораны бар. Pacific Coast көшесі бойында. PCH жақын жерде. Жақсы, рахмет. О, Тэхён. Мына жігітке қараңдар. Рахмет. Кешіріңіз. Мейрамхана қай жақта бар? Мейрамхана ма? Жақын маңда. Ана бұрышқа дейін жүрсеңіздер, оңға бұрыласыз. Тай мейрамханасы бар. Жақсы, рахмет. Үлкен рахмет, оқасы жоқ. Америкада деген осы, бірінші рет көріп тұрсаң да жеңіл сөйлесе бересің. Мен жай көргім келген. Солай сөйлесіп кеттік. Ағылшыным да жақсарды. Көріп тұрмын. Гамбургер сататын секілді. Бүгін тәуелсіздік күні деп естідім. 4-ші шілде ғой. Сондықтан адам аз ба? Орталықта адам жоқ шығар.
Көшеде белесек ешкім тиіспейтін шығар. Қай жақта жаттығамыз өзі? Соны айтам ғой. Іздеп көрейік. Ана жаққа барайық. Ана жаққа. Бәрібір ешкім қарамайды ғой бізге. Солай емес пе? Айтпа. Кореяда осылай емін еркін шыға алмас ек. Айтпа. Басында дене мені тыңдамайды. Ұғып тұрсың ба? Билей алмайтын мен ғана ғой. Өте баяу үйренем. Бірақ сен жақсы билей бастадың. Бүгін фристайлда күшті биледің. Солай емес пе? Сенімен бір топта болғым келетінді айтып едім ғой, иә. Сондықтан да дәлдік қажет. Қабілет осы маңызды. Қайда барамыз? Демалыс күні болған соң адам аз болады десем, қаптап жатыр ғой. Көп екен. Атап өтуге болайын де. Қалай маған қандай керемет? Бұл жер қалай? Күшті. Керемет сияқты. Бұл жаққа айналып сосын сәл еңкейеміз. Өз жағыңа қарап сосын бам осылай жаса. Сен оны жасап жатқан кезде мен бұлай шығам. Осылай. Жұдырықпен осылай істесем, қалай болады? Аяғыңды бірге қоспай қойғаның дұрыс болады. Ендеше, осыны істесек жақсы болады. Дағындаған жеріміз керемет емес. Операторларымызды суретке түсір деп сұрады. Құдайма. Басында жынданып кетем деп ойладым. Қайда жүрмін? Кіммін өзі деп ойладым. Бізге қарап тұрған жұрттың алдында билей бердік. Адам тығырыққа тірелгенде тігістегісі келмейді екен. Иә, осылай болмайды ғой. Кореяда жаттығу залымыз. Ал артымызда Disney мұражайы деп елестетейік. Қане? Солай елестетейікші. Жарай ма? Мақұл? Жақсы. Аға, осылай істегеннен соң екі рет істейін бе? Аяғыңды алшақ қоя аласың ба? Иә. Содан кейін осылай істесең болады. Осылай істеп, сосын артына қарай түс. Одан соң кенеттен бұлай жаса. Қолыңды кең ұста. Иә, міне бұлай, осылай. Одан да кең бе? Соны істеп, қолыңмен өзіңді құшақтап ал. Міне, бұлай істеді. Сосын құшақтап аласың. Осымен жындан кететін шығарым. Жақсы жер емес екен. Асықпа. Асықпа істеш. Мұнан істегенде. Тоқта. Тұра, әнді тағы бір тыңдап алым керек. Әнді тағы бір неше рет естіп алым керек қой, е? Міне меню. Міне. Бұл мәзір емес. Міне мәзір. Дәмді деп жазылып тұр. Лингуай буроти ви демаре. Ағылшынша емес сияқты. Бұл ащы арабиатта. Мынау. Түк түсінсем бермасын. Сондықтан жай ғана тапсырыс берейік. Лигуэр буроти демаре. Жақсы, кішкентейін ба? Жоқ. Үлкенін? Ол 4-5 адамға арналған. Кішкентейін ендеше. Кішкентейін бе? Ол 2 адамға арналған. Орташасы жоқ па? Рахмет, оқаш жоқ. Тапсырсаңыз алдым, рахмет. Оқаш жоқ. Рахмет. Әрең айттық қой. Қиын екен. Пицца келді. Тойдым. Симай жатыр. Жарайды. Он минуттан кейін салют басталады. Күн батты ғой. Отырып салют көреміз сен. Параграфияның жартысында құрастырмадық қой. Адам қаптап жүр. Бүкілі қала жиналыпты. Осыншама көп адамды бірінші рет көріп тұрмын. Салютты жақсы көретін адамдармен бірге көру керек. Мен сен жақсы көрем. Мен де сен жақсы көрем аға. Қандай айыныштымыз. Салюттың басталуын күтіп отырмыз. Қандай әдемі. Керемет қой.
Мұндайды көрмегелі көп болды. Бір салют қанша тұрады деп ойлайсың? 300, 500. Анау қымбатырақ екен. Әдемірек. Қашынан бастап шал болдың? Мынауың 800. Вау, жүрегім жарылып кететін шығар. Осыған байланысты хореографиямызға бір деңе қосайық. Солай дұрыс болатын сияқты. Тамаша болып жатыр, я? Фейерверк әдемі көрінеді. Я, дәл солай. 1, 2, 3. Жақсы, күшті. Шым көрініп қалды. Фейерверк талақанымда ұстап тұрмын. Астақ. Сағат таңға 5:30. Көріңіздер ме, ыстық қой. Қазір таң атып келеді, соңғы рет жаттығы болмақшымын. Хоп, кешір. Тағы қателестім, бірақ барымды салдым. Күніне 3 сағат бойы жаттықтым. Сонымен хип-хоп тапсырмасын орындайтын жерге ауысайық па? Жігіттер түні бойы ұйықтамай дайындалдыңдар ма? Жігіттерді биші достары қолдауға келіпті. Көріскеніме қуаныштымыз. Басты қонақтар BTS келді. Бүгін тағы таңғалдырасыңдар ма? Дайын болайық па? Қалайсыңдар? Қалайсыңдар, сәлем! Сәлем! Бүгін біз осында не үшін келдік? Билеу үшін. Сәлем. Сонымен не үшін келгенімізді білу керек. Әрине билеу үшін. Және Киттаның соңғы тапсырмасын орындайтын күн. Қиямет күн туды. Қалайсыңдар? Таң атпастан жаттығып жатырмыз. Я, жиі қиналып кетті. Тверк жасап жатырмын. Бірақ боксем жоқ болғандықтан түк шықпады. Таң атқанша дейін жаттықтық. Шарт бәріне ортақ қой. Сенің жаттығып жатқанын бүгін таңертең бірінші рет көрдім. Таңғы 5-ке дейін дайындалдық. Мен көрдім, барын салып жаттыққан сияқты. Жақсы жігіттер, бүгін DIY тапсырмасының соңғы күні. Сендерді шынымен мақтан тұтам. Әрбір тапсырманы дұрыс орындау өте қиынға соғады. Ештің оңайшылықпен келмейді ғой. Я. Өте қиын, жеңіске кім жетеді деп ойлайсыңдар, әрине. Жақсы, Трабл. Сонымен біз үшін жеңіс маңызды емес. Жақсы, бірақ естеріңде болсын, жеңімпаз арнайы сыйлыққа ие болады. Бұл сендер үшін мотивация болады деп үміттенем. Біз жеңеміз. Жаңа жеңіс маңызды емес деп айтқан кім? Сыйлық бар деді ғой. Жарайды, дайын болсақ, ақыры мәрені бастайық. Ақтық мәре. Қолажып тұрмын. Құдайым-ай. Жарайды, бірінші болып өнер көрсететін топ Свек. Рэп монстрмен көрсетіңдер. Біз жігітпіз ғой. Чимен ашула. Доксес жынданып тұр. Осылай жынданып кететін шығар. Асықпай көрсетші қане. Жылағын кеп тұрған білемсің? Қане. Кеттік. Дұрыс емес қой. Рэп монстр не үшін қақиып тұр жанында? Я, мақта, күшті. Я, керемет.
Енді бөксеңді, я, сүйкімді. Тамаша. Күшті шықты, жақсы. Бұдан қандай сабақ алдыңдар? Қандай сезімдесіңдер? Бірге жұмыс істеп, жаңа нәрсе ойлап табу ұнады. Жарайсыңдар, жігіттер. Рахмет, жарайсыңдар. Келесі топ. Траблс. Траблс қанекей. Қанша уақытымыз бар? 30 секунд бар ма? Аз қалды. 1, 2, 3. Уақыттарын созып жатыр, соны айтам. Не масқара бұл? Оңай деп едіңдер ғой. Мынауың оп-оңай ғой. Мыналар не өзі? Мынауың оңай ғой. Болды. Бітті ме? 15 минут жағажайда дайындалып қалған уақыттарын бос өткізді деп естідім. Дым тырысқанда жоқсыңдар ғой. Өтірік соқпа, 15 емес 20 минут. Жарай, жақсы, Траблс. Және соңғы топ. Step up. Біз ескі мектеп өкіліміз. Біз көрсететін биге ұқсап жатыр. Поппинг, поппинг. Джинге қараш. Ұланы көрулерің керек. Біріне болатын секілді. Сезіп тұрмын. Мыналарында беріліп жатқан жоқ. Онша емес. Істеген көрінеді. Күліп тұр өзі. Мен ойымша, Джейн дағдыларын жақсартқан секілді. Жарайсың, Джейн, жақсы жұмыс істедің. Джейкобтың қандай күшті екеніне көзім тағы да жетті. Бірнеше қиын қимылдар болды, бірақ Джейн бәрін тамаша істеп аяғына дейін тұрғанына оған ризамын. Керемет топтық жұмыс. Келсем, жақсы. Енді әр топқа өз бағамды берем. Жақсы. Рэп монстрмен мен. Керемет жұмыс жасадыңдар. Бір-бірімен жұмыс істеу қиынға соқты деп айта алмайым. Сендердің стильдеріңді сезіндім. Билерің мықты болмаса да, оны әлі де жақсарта аласыңдар деп ойлайым. Ол үшін әрқайсыларың қасиеттеріңді қоса аласыңдар. Рахмет, мен шынымен барымды салдым. Сен екеулерің жарасып тұрсыңдар. Жақсы, Трабл. Сендер көңіл көтерген сияқтысыңдар. Иә? Айтпа, шектен шыққан сияқты. Солай ма? Сендер топта жүйелерің болған соң, мүмкіндіктерінде көбірек болды. Көрсет алатын нәрселерінде артық болу керек еді. Сандық артықшылықтарың болды. Солай ғой. Рахмет, рахмет. Алайда, менің ойымша, қойған билерің тым қарапайым болды. Қызықты болмады. Ол сендердің жай ғана көңіл көтерулерің сияқты көрінді. Комедия сияқты. Жақсы. Билерің тым жеңіл болды. Экскурсия жасадыңдар ғой, экскурсия. Бейді қойған мынау мен емес. Ендеше қатесіз билесіңдер ғой. Топтық жұмыс сәтсіздікке ұшырады. Жақсы, степ ап. Иә, жеңіс біз үшін маңызды емес. Иә, прогресс болса болды бізге.
Деңгейлердің арасындағы айырмашылық өте үлкен. Сондықтан қиын болғанына мен сенімдімін. Иә, дұрыс айтасыз. Араларында айырмашылық осындай. Шыны керек, сендерді мақтан тұтам. Әсіресе сені, Джейн. О, рахмет. Басында сендер үшін қатты алаңдадым, бірақ өнер көрсетулерінен кейін қатты таң қалып қалдым. Сен көп жұмыс істедің. Енді айырмашылықтарың осындай шығар. Стева, балға! Қатты тырысқандарың және көп жұмыс істегендерің көрініп тұр. Барлығы да жақсы. Жақсы, ал енді мен жеңімпаз таңдаймын. Қобалжып тұрмын, қорқып тұрмын. Стас! Рахмет. Оқашық. Қобалжып тұрғанды айтсаңшы. Стеба! Құтты болсын, құттықтаймыз. Жарысын мен жеңдім. Жеңімпаздар, сыйлықтарыңды алыңдар. Мінекей. Сендер расымен де ең мықты болдыңдар. Жеңістерің тағы да құтты болсын. Осы би байқау кезінде рахатқа бөленіп өздеріңді би арқылы көрсеткеніне риза болдық. Бірақ бұл соң емес, сендердің қандай басқа өнерлерің бар? BTS, жарайсыңдар. Фильмді қазақ тіліне аударған НТК телеарнасы 2018 жыл. 잘못 다 죽을 수 있겠지. 아, 김치. 역대급이에요.